студенттер, бүгінгі тақырыбымыз Мұстафа Кемал Ататүрік, мемлекеттің негізін қалаушы. Жоспар: Мұстафа Кемал Ататүріктің өмірі, екінші мемлекеттік құрылымдағы заң шығару, мәдениет пен тұрмыста реформалары, үшінші экономикалық реформалар жайлы қамтимыз. Мұстафа Әли Риза оғлы Грекияның Салоноке қаласында кеден қызметтерінің отбасында дүниеге келді. Ол өз уақытында бұл қала Осман империясының қол астына қарайтын. Ол бастауыш білімді медреседен алды. Ал 12 жасында мемлекет қарамағындағы әскери мектепке оқуға түседі. Осы жерде оған математика пәнінің мұғалімі Кемел деген ат береді. Бұл кемелденген деген мағына білдіреді. Кейіннен бұл ат оның өмірлік тегіне айналды. Кемел өзінің естелігінде егер балалық шағымда тапқан 2 тиынның бірін кітапқа жұмсағанымда бүгінгідей жетістікке жете аламаған болар едім деп еске түсіреді. Әскери мектепті аяқтаған Кемал білімін жоғары әскери оқу орнына және Оттоман әскери колледжін жалғастырады. 1902 жылы ол Стамбулдағы бас штабтың Оттоман академиясына оқуға түсіп, 1905 жылы оны бітіріп шығады. Осы оқу жылдары Кемал негізгі пәндерден бөлек басқа бағыттарда ерекше ден қояды. Әсіресе француз ағартушылары Вольтер мен Руссоның еңбектерін ерекше бағалады. Патриотизм және ұлт азаттық идеялармен танысып, саяси танымы кеңейтті. Кемал бірлік және прогресс партиясының қатарына қабылданады. Бұл партия феодалдық билік үстемдігіне қарсы күресіп, Осман империясының экономикалық және саяси өміріне ұлттық буржуазияның позициясын нығайтуды қолдайды. Академияны аяқтайтын уақытта Кемалға сұлтанға қарсы деген айып тағылып тұтқынға алынады. Сирияның Дамск қаласында жер аударады. Бұл жерде ол Ватан атты партия құрады. Түрік тілінен аударғанда отан деген мағынаны білдіреді. 1908-1909 жылдары Кемал екінші Абдулхамид сұлтанның шексіз билігін құлатқан жас түлектер төңкерісіне қатысады. Алайда жас түлектердің билік басына келуі мемлекеттегі жағдайды түбегейлі өзгерте қойған жоқ. Қажетті реформалар жүргізілмеді. Осыған орай халық арасында наразылық белең алды. Жас түлектер көңілі қалған Кемал әскери салаға ерекше көңіл бөле бастайды. Кемал әскери қызметте жүрген кезінде халықтың тұрмыс-тіршілігін жасы таныс болатын. Ол Түркия еуропалық жолды таңдап, заманауи өркендеген держава болу керек деген шешім қабылдайды. Кемал діни феодалдық элементтер үстемдігін азайту мақсатында реформа жүргізуді қолға алады. Ол біз жүзеге асыратын реформаның мақсаты Түрік Республикасы халқын формасы мен мазмұны жағынан заманға сай келетін жаңа қоғамға айландыру. Бұл біздің реформаның басты мақсаты. Егер кімде-кім бұл шындықты қабылдағысы келмесе, жойылады. Менің халқым демократияның принциптерімен танысып, шындық үстемдігін және ғылымға игеру қажет. Ескіге сенушілік жойылуы тиіс деп атайды. 1922 жылы қарашада парламент сұлтандықты жою туралы заң қабылдады. 1923 жылдың сәуірінде құқық қорғау қоғамының орнына жаңа саяси ұйым халықтық партия құрылды. Кейіннен ол халықтық республикалық партияға айналды. Ал оның тұрақты төрағасы болып Кемал тағайындалады. Сауатсыздықты жою Кемалдың мәдени реформасының ең басты негізі болды. 1928 жылы мектепке шамамен 1.800.000 оқушы барды. Жалпы білім беретін бағдарламаның жүзеге асуына орай 3 жыл ішінде шамамен 1,5 миллион білім алушы туралы куәлік алды. 1928 жылы қабылданған арнайы декрет бойынша осындай курстарға 16 мен 30 жас аралығында барлық түрік қатысуға міндетті болды. Латын алфавитіне өту шарасы басталды. Бұл түрік тілін араб пен парсы тілдерінің сабақтастығынан арылту мақсатында қолға алынды. Латынға көшу халықтың білім алуын жеңілдетіп қана қойған жоқ, сонымен қатар өткеннен қол үзуге себеп болды. Тәуелсіздік үшін болған күрес аяқталғанға дейін Түркия экономикалық жағынан
әлсіз дамыған мемлекет болатын. Ол аграрлы жартылай орталық сипатта болды. Жергілікті өндірісте тек ол өнер және ұсақ кәсіп дамыды. Мемлекеттегі 14 миллион халықтың 77% ауылдық жерлерде өмір сүрді. Халықтың 81,6% ауыл шаруашылығымен, 5,6% өндіріспен, ал 4,8% сауда-саттықпен және 7% қызмет көрсетумен айналысты. Ауыл шаруашылығының ұлттық табыстағы үлесі 67%-ды құрады. Өндірістегі үлесі 10%-ды қамтыды. Банк ісі мен сақтандыру компанияларында, муниципалдық кәсіпорындарда, тау-кен істеріндегі кәсіпорындарда шетелдік капиталда үстемдік етті. Сондай-ақ темір жолдың басым бөлігі де шетелдіктердің қолында болды. Орталық банктің қызметін Оттаман банкі атқарды. Ол ағылшындар мен француздардың капиталын басқарады. Кемал Ататүріктің құжаты 1934 жыл. Ататүрік реформасы 10 жылдан астам уақытта қоғамның дәстүрлі құрылымы мен мәдениетін түбегейлі өзгеріске ұшыратты. Ол Осман империясының тарихында соңғы нүкте қойған Түркия атты жаңа мемлекет қалыптастырған тұлға ретінде 20 ғасырдың аса көрнекті реформатор саясаткерлеріне айналды. Неліктен Мұстафа Кемальді Ататүрік деп атады? Өйткені Мұстафа Кемаль Осман және Түркия мемлекетінің реформаторы, тұңғыш президенті. Мұстафаның саясаты кемализм деп аталды. Мұстафа Кемаль Осман түріктерінің жеңісті соғысы Галиполи операциясы кезінде дивизия командирі болған. Осман империясы соғыста Антантаға қарсы Мұстафа Кемаль түрік ұлттық қозғалысын бастайды. Антанта жіберген әскерлердің бетін қайтарады. 1923 жылы халықтық партия құрылады. 1923 жылы 29 қазанда Түркия республикасы жарияланады. Астанасы Анкара қаласына көшіріледі. Мұстафа Кемальдің реформалары. Тегін мыңдаған жаңа мектептер ашады, латын негізіндегі түрік әліппесін жасатады. Саясаттың басты мазмұны этатизм болды. Түрік әйелдері сайлау құқын иеленді. 1934 жылы түрік парламенті Мұстафа Кемальға Ататүрік атауын сыйлады. Ататүріктің бастамасымен бәрі түрікше сөйледі. 1938 жылы 10 қарашада қайтыс болды. 1981 жылы Ататүріктің туғанына 100 жыл өтуіне орай Біріккен ұлттар ұйымы құрметпен еске алды. Грекияның бұрынғы премьер-министрі Элефтериус Ататүріктің есімін 1934 жылғы Нобель сыйлығына ұсынған болатын.